Так, бәріңізге сәлем достар, сендеріңізге мен Ернар. Енді достар, басындағы енді кішкене осындай момент болды енді достар. Біздің серверде кішкене обновление болды. Енді достар, біздің серверге NB салынды. Мен бұны жазып алған жоқпын. Енді біздің серверде осылай автоматически істерде NB болады. Бұл деген FPS шемейді, өте керемет NB, тек қана кейбір машиналарға бар. Бірақ бәріне де бар, бірақ олар дұрыс көрінбейді. Мысалға Lambo'нікі бар, мысалға ол дұрыс көрінбейді. Ал енді бұл машиналарды айдап көрек. Енді мен бұларды бекер түсірген жоқпын. Так, ал енді так, вау, данын енді достар, бүгінгі видеода не істейміз десеңіздер, достар, бүгінгі видеода мен сіздерге дәл осындай скорс қосып үйрететін боламын. Так, мінекей скорсын қарауыңыздар қазір. 835 па сондай болды, мынаны қараңыздар достар, жаман жалтырап тұрған. Өйсе әдемі скрин жасасаңыздар болады енді. Так, енді достар, жаңа де бізде обновление тағы да бір нәрсе. Енді қараңыздар, мен дейтін машинадан түсем ғой, бірін қатып көретін еді ғой, қазір дейтін кайфтым қатпайды. Енді бұрын кімде осындай проблема болды, енді солар ойнай алады, осылай керемет болып, сондықтан осы серверге кіреміз. IP адресі астында болады. Бұл да дәл солай ғой, дәл сондай. Қазір скорсын көрсете берейін. Мынаны қараңыздар, спойлерінде соны артқы диск нет, мынандай, короче, терезесінде не бар, NB жаман жақсы көрінеді. Так, ал енді скорсын көріңіздер. Тоқта, бұл дейтін кішкене аз болып қалды жер. Қазір маяқтан көрейік ал. Ой. Бұндай скорста енді айдау үшін өте керемет нәрсе керек. Енді достар, айтпақшы, кішкене қатып кетті, тоқта. Енді видео түсірмей тұрғанда үшін, видеоны бастамай тұрғанда 40 FPS болды. Қазір енді 20 болып тұр. Білмеймін. Ай, қатып тұр кішкене. Достар, енді режиміңіздер önде, короче. Және де достар, бұл тек қана спорткарларға жасайды деп ойласаңыздар, қателесіздер. Енді бұны любой машинаға салуға болады. Мен қазір сіздерге приорамды көрсетейін, дәл осындай настройкасымен. Так, және де достар, бұл деген баяғы тараң құсап, бір осындай столға бір нәрсе түйсеңіздер ұшып кетпейді. Так, мен машиналарды көбітсеңіздер болады. Так, қайдан ал? Мына Lada Priora. Енді қараңыздар қазір, скорсын. Так, енді қараңыздар түйісіп көрейік. Дато ұшпайды әйтеуір. Қараңдар достар, қазір қараңдар. Ана Шерон ба, соған түйсетін боламыз. Екеуін біреуіне, ана Шеронға түйсек. Көрдіңіздер ма? Не, ұшпайды. Ал ана осындай настройкасы жоқ басқа машинаға түйсетін болсаңыздар, ол деген Африкаға етіп қалады, қазір көрсейін. Примерно бір деген неаққа мына машинаға қойып кетейік. Қараңыздар, енді мына приорамен келіп соғатын боламыз. Қазір достар, кішкене қазір осыны сіздерге дұрыстап көрсетіп алайын. Мына қараңыздар, артпен жүрген өзінде 200 тартады. Қазір енді достар, қазір көрсететін боламын, барлық настройканы қорықпаңыздар. Так, мына қараңыздар. Көрдіңіздер ме, ана қайтып қалды. Ал енді қазір сіздерге настройканы көрсетейін енді. Ал енді достар, қазір сіздерге настройканы көрсетейін. Мә Redman тұр ғой. Redman загрузка толтырып отыру керек. Енді қазір достар, сіздерге көрсетейін. Так, Шеронды шығарайық. Мына қараңыздар достар, түрі әп-әдемі ғой. Және де достар, осы видеоның астына егерде 30 лайк жинайтын болсаңыздар, мен сіздерге дрифт настройканы беретін боламын. Ол деген өте керемет вообще.
егер сіздер осындай тараны жақсы көрмейтін болсаңыздар, дрифт настройканы жасай аласыздар. Так. Біле тез жүргенде қатып тұр кішкене. Так. Сосын достар, ана экрандардың бәрін алып тастау, қайттан F6-ға ауысты. Бұрын 0 еді. Так, енді достар, яқта ютуберлер короче мынандай тұр енді. Ең бірінші Мәке тұр, жалпы Мәке деген балканың інісі ме сондай бір нәрсе. Ол деген короче айтқан ғой супер азияса түсірем деп, бірақ та әлі түсірген жоқ. Одан кейін мен тұрмын 1700 подписчикпен, бірақ менде қазір 1900 подписчик. Сіздерге көп рахмет. Раха дейтін осы кімет прикольчиктан пиар алды ғой, қазір қанша болды екен. Сосын Армандары білмеймін қанша екен. Сосын Редмонд, қазір Редмонда 300 ба сондай. Сосын Досик кезет өші. Ал енді достар, қараңыздар. Так, мінеки қазір движокта достар бәрін осылай қоясыздар. Количество шештеріне 5, ускорение 80, инерция осындай қоясыздар. Сосын привод 4x4. Сосын короче получение урон 0 дейсіздерде. Телодан бәрін осылай қоясыздар. Масса 7000, 4000, 0. Мінеки бәрін дәл осылай жасап алыңыздар. Одан кейін колесодан осылай қоясыздар. Видден короче осындай қоясыздар. Пауза қойып қарап алсаңыздар болады. Так, сосын мына жақтан ДБЛ деген бұл бізде 2 азот. Қараңыздар, қазір бір азот шығып тұр. Ал мынаны қоссақ, бізде 2 шығады. Так, ал дейді. Анау кім әше? Майор дей ма, мажор ма? Мажор сияқты. Так, сосын мынаған осындай қоясыздар. Короче, бәрін мекінде қылыңыздар. Сосын яқта возврат деген бар. Так, сол возвраттан яқта короче мынаны таңдайсыздар қазір. Мінеки осыны. Үшінші таңдайсыздар. Или өздеріңіз білесіздер. Сосын бүйтесіздер. Насыздар дейсіздер, сахар дейсіздер, сохранить етесіздер. Мінеки менде таран деп сохранить етіліп тұр. Және менде дрифт настройка бар. Достар, егер де осы видеоның астына 30 лайк жинасақ, мен сіздерге дрифт настройканы көрсетіп боламын. Так, оны сіздерге типа қандай екенін көрсетіп жіберейін да. Так, ал енді білмей тұрмын, көрсетейін ба, көрсетпейін ба. Жақсы көрсетіп жіберейін. Так, на машинаға да не бар? Енді жақсы ұқсат негізі. Так, қараңыздар ал. Ал енді достар, осы таран дегенде кім жасап біледі, солар десе комментарий жазбай-ақ қойыңдаршы. Короче, бәрі біледі ғой, анау мынау деп, бәрі білмейді оны. Так. Енді достар, осындай дрифт, егер де сіздер жақсы дрифт беретін болсаңыздар, сіздерге жалпы ұнауы керек. Енді осындай өте керемет дрифт машина, мінеки азотсыз. Тек маған дәм болсын осыған болатын. Ой, бұрылмай қалдым. Енді достар, осындай дрифт настройканы сіздерге бергенді қаласаңыздар, осы видеоның астына давайте 30 лайк жинап кетейік. 30 лайкты смело жинауымыз керек біз ғой. Осы сервер үшін, және де осы дрифт настройка үшін 30 лайк жинап кетейік. Ал сендермен болған мен Ернар. Қош сау болыңдар. Давайте.